Қазақта ондайды иттің тамағын шошқадан қызғанады дейді. Оған түк қатысы жоқ. Түк қатысы жоқ. Бірақ бәрібір адамдардың бәрі ол үшін жаман, адамдардың бәрін жек көріп жүреді. Көшеде кетіп бара жатады, біреудің үйін көрсе, әдемі зәулім үйін көрсе, біреу айтса, қараш, машалла, керемет үй екен, Алла берекесін берсін деп біреу айтып жатса, ол айтады, осыны қайдан алды дейсің, ұрлап алғанда, бір жерден үйтіп алғанда, адамдардың бәрі жайында, барлық жайында тек қана жаман ойлайды. Біреудің үйі өртеніп жатса, бұл соған рахаттанады. Тағы да басқа да сондай бір қиындыққа ұшырап жатса, сол үшін рахаттанады. Сондай бір адамдар бар. Имам Ғазали рахмаулла айтады, бұл адам жалпы адамзаттың дұшпаны да. Бұған ешкім жақпайды, ешкімнің жақсылыққа кенелгені ұнамайды. Сондай бір адамдар болады ғой, вечно недовольный да.